Сәлеметсіңдер ме оқушылар, бұл 3-ші сынып математика пәні 44-ші сабақ санның бөлігін табу және бөлігі бойынша санды табу тақырыбы. Бірінші тапсырма. Сантиметрмен берілген әр жолақтың ұзындығы 1 жылдағы айлар санына тең. Әрбір жолақ бірдей қанша бөлікке бөлінген. Әрбір бөліктің ұзындығын өлшемей-ақ білуге боламы? Балалар, әр жолақтың ұзындығы 1 жылдағы айлар санына тең дейді. Сонда 1 жылда 12 ай бар. Демек, жолақтардың ұзындығы 12 сантиметрге тең. Енді А нұсқасына қараймыз. Жолақтар бірдей 2 бөлікке бөлінген. Әр бөлігі неше сантиметрге тең екенін білу үшін 12 сантиметрді 2 бөлікке бөлеміз. Сонда 6 сантиметр болады. Әр бөліктің ұзындығы 6 сантиметрге тең. Ә нұсқасы жолақ бірдей 3 бөлікке бөлінген. Әр бөлігін анықтау үшін 12 сантиметрді 3 бөлікке бөлеміз. Сонда 4 сантиметр болады. Әр бөлігі 4 сантиметрге тең. Келесі, жолақ бірдей 4 бөлікке бөлінген. Әр бөлігін анықтау үшін 12 сантиметрді 4 бөлікке бөлеміз. Сонда 3 сантиметр болады. Демек, әр бөлігі 3 сантиметрге тең. Келесі, В нұсқасы жолақ бірдей 6 бөлікке бөлінген. Әр бөлігін анықтау үшін 12 сантиметрді 6 бөлікке бөлеміз. Сонда 2 сантиметр болады. Демек, әр бөлігі 2 сантиметрге тең. Екінші тапсырма. Кесінді тең бөліктерге бөлінген. Кесіндінің бір бөлігінің ұзындығын өлше. Бір бөлігін білу арқылы барлық кесіндінің ұзындығын қалай табуға болады? Барлық кесіндінің ұзындығын білу үшін бір үлестің ұзындығын бірдей үлестердің, яғни бөліктердің санына көбейту керек. А нұсқасына қараймыз, мына бір бөлігінің ұзындығын өлшеп аламыз. Ол 3 сантиметрге тең. Сонда екінші бөлікте 3 сантиметрге тең болады. 3-ті 2-ге көбейткенде 6 сантиметр болады. Ә нұсқасына қараймыз, кесінді бірдей 5 бөлікке бөлінген. Соның бір бөлігін өлшейміз, ол 2 сантиметрге тең. Сонда қалған бөліктердің барлығы да 2 сантиметрге тең болады. Демек, кесіндінің жалпы ұзындығын анықтау үшін 2 сантиметрді 5-ке көбейтеміз. Сонда 10 сантиметр болады. Үшінші тапсырма. Қараөрік ағашынан 20 килограмм жеміс жинап алынды. Ыдысқа жемістің жартысын 5-тен 1-ін, 4-тен 1-ін салғанда әр ыдыста қанша килограмм қараөрік болды? Есептің берілгенін жазып аламыз. Барлығы 20 килограмм. Бірінші ыдыста жартысы, яғни 2-ден 1 бөлігі, екінші ыдыста 5-тен 1 бөлігі, үшінші ыдыста 4-тен 1 бөлігі бар. Солардың салмағын анықтаймыз. Бірінші жартысын анықтау үшін барлығы 20 килограммды 2 бөлікке бөлеміз. Сонда 10 килограмм болады. Екінші, 5-тен 1 бөлігін анықтау үшін 20 килограммды 5 бөлікке бөлеміз. Сонда 4 килограмм болады. Үшінші, 4-тен 1 бөлігін анықтау үшін 20 килограммды 4 бөлікке бөлеміз. Сонда 5 килограмм. Демек, 20 килограммның жартысы 10 килограмм. 20 килограммның 5-тен 1 бөлігі 4 килограмм. 20 килограммның 4-тен 1 бөлігі 5 килограмм болады. Жауабы, бірінші ыдыста 10 килограмм, екінші ыдыста 4 килограмм, үшінші ыдыста 5 килограмм қараөрік болды.
Төртінші тапсырма. Есепті шығар. А нұсқасы: бір қарбыздың массасы 8 килограмм. Жарты қарбыздың массасы қаншаға тең? Есептің шарты берілген. Бір қарбыздың массасы 8 килограмм. Қарбыздың 2-ден 1 бөлігі белгісіз. Оны анықтау үшін 8 килограммды 2 бөлікке бөлеміз. Сонда 4 килограмм болады. Жауабы: қарбыздың 2-ден 1 бөлігі 4 килограмм. Ә нұсқасы: А нұсқасына кері есеп. Жарты қарбыздың массасы 4 килограмм. Қарбыздың барлық массасы қаншаға тең? Есептің шарты берілген. Қарбыздың 2-ден 1 бөлігі 4 килограмм. Бір қарбыздың массасы белгісіз. Оны анықтау үшін 4 килограммды 2-ге көбейтеміз. Сонда 8 килограмм болады. Жауабы: бір қарбыздың массасы 8 килограмм. Бесінші тапсырма. Есептерді шығар. А нұсқасы: бір жәшік алманың 4-тен 1 бөлігі 4 килограмм тартады. Жеміс толы жәшікте неше килограмм алма бар? Есептің берілгенін жазып аламыз. Жәшіктің 4-тен 1 бөлігі 4 килограммға тең. Бір жәшіктің массасы белгісіз килограмм. Оны анықтау үшін 4 килограммды 4 бөлікке көбейтеміз. 4 көбейту 4, 16 килограмм болады. Жауабы: жеміс толы жәшікте 16 килограмм алма бар. Ә нұсқасы: бір жәшікте 16 килограмм алма бар. Оның 4-тен 1 бөлігінен бәліш пісірді. Бәліш пісіру үшін неше килограмм алма пайдаланылды? Есептің берілгені: бір жәшіктің массасы 16 килограмм. Жәшіктің 4-тен 1 бөлігі белгісіз килограмм. Оны анықтау үшін жалпы массаны 16 килограммды 4 бөлікке бөлеміз. Сонда 4 килограмм болады. Жауабы: бәліш пісіру үшін 4 килограмм алма пайдаланылды. Б нұсқасы: осыған ұқсас есеп құрастыр. Себетте 12 килограмм алма болды деп баста. Себетте 12 килограмм алма болды. Оның 4-тен 1 бөлігі бәліш пісіру үшін пайдаланылды. Сол 4-тен 1 бөлігін анықтау керек. Оны анықтау үшін барлығы 12 килограммды 4 бөлікке бөлеміз. Сонда 3 килограмм болады. Жауабы: бәліш пісіру үшін 3 килограмм алма пайдаланылды. Алтыншы тапсырма. Есептерді шығар. Кері есептер құрастырып, оларды шығар. А нұсқасы: ұзындығы 15 сантиметр қияр 5 бөлікке бөлінді. Бір бөлігінің ұзындығы нешеге тең? Есептің шарты: ұзындығы 15 сантиметр бөлінді 5 бөлікке, 5-тен 1 бөлігі неше сантиметр? Оны анықтау үшін барлық ұзындық 15 сантиметрді 5 бөлікке бөлеміз. 15 бөлу 5 тең 3 сантиметр болады. Жауабы: бір бөлігінің ұзындығы 3 сантиметрге тең. Ә нұсқасы: бақшадан жинаған қызанақтың 3-тен 1 бөлігі 9 килограмм. Бақшадан барлығы қанша килограмм қызанақ жиналды? Есептің берілгені: 3-тен 1 бөлігі 9 килограмм, барлығы белгісіз килограмм. Оны анықтау үшін 1 бөлігі 9 килограмм, оны көбейтеміз 3 бөлікке. 9 көбейту 3 тең 27 килограмм болады.
Жауабы: бақшадан барлығы 27 килограмм қызанақ жиналды. Енді осы есептерге кері есеп құрастырамыз. А нұсқасына кері есеп: қиярдың 5-тен 1 бөлігі 3 сантиметр. Қиярдың ұзындығы белгісіз сантиметр. Оны анықтау үшін 3 сантиметрді 5 бөлікке көбейтеміз, 15 сантиметр болады. Жауабы: қиярдың ұзындығы 15 сантиметр. Ә нұсқасына кері есеп: барлығы 27 килограмм қызанақ, оның 3-тен 1 бөлігі белгісіз. Оны анықтау үшін 27 килограммды 3 бөлікке бөлеміз, 9 килограмм болады. Жауабы: қызанақтың 3-тен 1 бөлігі 9 килограмм. 7-ші тапсырма. Оқушы өрнектің мәнін амалдар бойынша есептеді. Оның қандай өрнектің мәнін тапқанын анықта. А нұсқасына қараймыз. Бірінші амал қосу амалы болып тұр. 16 қосу 12 тең 28. Екінші амал осы 28-ді 7-ге бөлген. Сонда 16 қосу 12 бірінші амал болу үшін оны жақшаға аламыз. Осыдан шыққан санды 7-ге бөлеміз. Сонда өрнектің мәні 4 болады. Ә нұсқасы: бірінші көбейту амалы 9 көбейту 6 54, екінші көбейту амалы 5 көбейту 6 30, үшінші азайту амалы осы 54-тен 30-ды азайтқан. Сонда бірінші 9 көбейту 6 болады. Одан 54 шығады. Одан азайтамыз. Екінші 5 көбейту 6 болады. Одан 30 шығады. 54-тен 30-ды азайтқанда 24 болады. Б нұсқасы: бірінші қосу, екінші бөлу, үшінші қосу амалы орындалған. Сонда бірінші 65 қосу 9-ды жазамыз, оны жақшаның ішіне аламыз. Одан 74 шығады. 74-ке 7-ні қосқан, ол 7, мына 49 бөлу 7-ден шыққан. Сонда екеуінің арасында қосу болады. Тағы да жақшаның ішіне 49 бөлу 7-ні жазамыз. Сонда өрнектің мәні 81-ге тең болады.